Modul koordinatалық түзүүдегі арақашықтық деген мағынаны білдіреді. Мысалға, модуль 3 дегенimiz санақ басымен, яғни 0 мен арақашықтығын айтамыз. 1, 2, 3. Сонда 3-тің модулі 3-ке тең болады. Ал минус 1-дің модулі болса, санақ басымен, яғни 0 мен минус 1-дің арақашықтығына 1. Егер теңдеуде айнымалы, яғни белгісіз сан модуль ішінде берілсе, оны екі түрлі әдіспен шешуге болады. Оны мысал жүзінде көрейік. Мысалы, x-тің модулі 5-ке тең болады. Бірінші тәсілмен шешкенде, модульдің ішіндегі санды айырма түрінде жазып аламыз. Мысалы, біз x болған үшін біз x минус 0 деп жазсақ болады. Тең болады 5-ке. Ал енді мынау 0 мен координаталық түзуде арақашықтығы 5-ке тең болған сандарды табамыз. Мысалы, 0-ден бастасақ 1, 2, 3, 4, 5. Бір шешімі 5 болады. Енді сол жаққа қарай санайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5. Екінші шешімі де табылды. Сонда жауабы x тең болады 5-ке және x тең болады минус 5-ке. Біз екеуін қосып x тең плюс минус 5 деп жазуымызға болады. Өйткені тестте келген сияқты. Екінші тәсілмен шешкенде, модульдің ішіндегіні бір плюс таңбамен және минус таңбамен теңестіріп теңдеуді шешеміз. Мысалы, модульдің ішінде x болса, плюс x тең 5 және минус x тең 5. x тең 5 өз шығады. Минус x тең 5 деп 5-ті минус 1-ге бөлеміз. X тең болады минус 5. Сонда бірінші тәсілмен шыққан жауаптар 5 және минус 5, екінші тәсілмен шыққан жауаптар 5 және минус 5. Алижан сөйлемей отыр. Тағы бір мысал қарап көрейік. Модульде x минус 3 тең болады 4-ке. Бірінші тәсілмен шешетін болсақ, x минус 3 айырма түрінде жазуымыз керек. Бізде айырма түрінде беріліп тұр 3. Бізге 3-тің оң жағында және сол жағында 4 бірлік ұзақ болған сандарды табуымыз керек координаталық түзуде. 3 санынан 4 бірлік оң жаққа және 4 бірлік сол жаққа, 4 бірлік оң жаққа жүретін болсақ, 1, 2, 3, 4. Яғни, мына жерде 7 болу керек. 7. 4 бірлік сол жаққа жүретін болсақ, 1, 2, 3, 4. Сонда x тең минус 1 және x тең 7 деген екі жауап шығады. Ал енді екінші тәсілмен тексеріп көрейік. Екінші тәсілде біз модульдің ішіндегі санды плюс таңбамен және минус таңбамен жазамыз. Модульдің ішінде екі сан болған үшін біз оны жақ жаға алып жазамыз. x минус 3 тең 4-ке. Екіншісі минус x минус 3 тең 4-ке. Жақшаны ашқанда жақшаның сыртында плюс тұрса, жақшаның ішіндегі сандардың таңбалары өзгермейді. x минус 3 күйінде қалады. Тең 4-ке. x тең 4 минус 3 сол жақтан оң жаққа өткен үшін плюс 3 болады. Сонда x тең 7-ге. Ал жақшаның сыртында минус тұрса, жақшаны ашқан кезде таңбалары ауысып кетеді. Мысалға, x болса минус x болады, минус 3 болса плюс 3 болады. Тең 4-ке. X-тер сол жақта қалады. Минус x сол жақта тұрған үшін таңбасы ауыспайды. Тең 4 оң жақта тұрған үшін таңбасы ауыспай өстіре беріп, плюс 3 сол жақтан оң жаққа өткен үшін минус 3 болады. Сонда минус x-іміз тең болады. 4-тен 3 азайтсақ 1, үлкен таңбасы плюс 1 болады сонда. X тең болады 1 бөлінген минус 1. X тең болады минус 1-ге. Бірінші тәсілмен x тең минус 1 және x тең 7 шығады. Екінші тәсілмен x тең минус 1, x тең 7. Яғни екеуінің жауабы бірдей шығады. Тағы бір мысал қарап көрейік. Модульдің ішінде x плюс 1 тең болады 6-ға. Бірінші тәсілмен шешкенде біз айырма түрінде жазуымыз керек болады. Ал бізде қосу беріліп тұр. Қосуды біз азайтуға айналдырамыз. Ал 1 дегеніміз таңбасы минус 1 болады. Сонда олардың бәрі модульдің ішінде тең 6-ға. Бұл қандай мағынаны береді? Бұл минус 1-дің, координаталық түзудегі минус 1-дің оң жағына және сол жағына 6 бірлік ұзақтағы сандарды беріледі. Координаталық түзуде минус 1-ден оң жаққа қарай 6 бірлік жүретін болсақ, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Bunda x'imiz 5'e teң болады. Sol жаққа қарай жүретін болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, яғни минус 7-ге тең болады. Сонда x тең 5 және x тең минус 7 шығады. Ал екінші тәсілмен жазатын болсақ, плюс x плюс 1 тең 6, минус x плюс 1 тең 6. Жақшаның сыртында плюс тұрса, жақшаның ішіндегілер таңбасы ауыспай жазылады. X плюс 1 тең 6, x тең 6, 1 сол жақтан оң жаққа өткен үшін минус 1 болады. Ол орында тұрған үшін таңбасы ауыспайды, плюс орынша қалады. Сонда x тең 6-дан 1 тазайтсақ 5. Екіншісінде жақшаның сыртында минус таңбасы болған үшін жақшаның ішіндегі сандар қарама-қарсы таңбаға ауысады. Яғни x минус x болады, плюс 1 минус 1 болады тең 6-ға. Минус x өз сол жақта тұрған үшін сол жақта қалады, таңбасы ауыспайды. Тең болады 6, оң жақта тұрған үшін орын ауыспаған үшін таңбасы ауыспайды. Минус 1 сол жақтан оң жаққа ауысқан үшін таңбасы ауысады. Плюс 1 болады. Минус x тең болады. 6 мен 1-ді қоссақ 7. X тең 7 бөлінген минус 1. X тең минус 7 болады. Және бірінші тәсілмен 5 пен минус 7 шығады. Екінші тәсілмен де 5 пен минус 7 шығады.